Сәлем достар, сіздермен Сандыгүл. Осы қолтықтағы жағымсыз иістің шығуы және де қатты терлеуі ол кез келген адамға кері әсерін тигізеді, яғни кедергі жасайды. Қанша жерден әдемі киінсеңіздер де, қолтықтағы жағымсыз иістің шығуы бұл бәрібір міндетті түрде сіздерге кедергі келтіреді. Осы қолтықтағы жағымсыз иістен арылу үшін сіздерге үй жағдайында нақты екі әдісін көрсететін болам, және де бұл 100% нәтижесін көрсетеді сіздерге. Бірінші әдіс ол бізге ас содасы керек болады. Осы ас содасын салып, кішкентай өзіміз мөлшерде, және де оның үстіне осы лимон қышқылын тамызып, жақсылап сұйық болу керек, жақсылап араластырып қолтығымызға жағатын боламыз. Бізде қолтығымызды алдын ала жуып аламыз, және де бізде қолтығымызда түк болмау керек. Осы әдісті 3 рет жасайсыздар, күніне 1 мезгіл жасайсыздар. Сіздерге міндетті түрде нәтижесін береді. Бізде мұнда ас содамыз бұл қолтықтағы түктің шығуын тежейді, және де жағымсыз иісті кетіреді. Ал бізде лимон қышқылы бұл бізде яғни қолтықта шығатын жағымсыз иістен шығатын бактериялар, микробтарды жояды. Осы әдісті сіздерге тиімді әдіс деп айтамын. Бұны үй жағдайында жасаңыздар, міндетті түрде көмектеседі. Себебі бізде отбасымызда осы екі әдісті қолданамыз, міндетті түрде бізге өзінің нәтижесін көрсетіп келе жатыр. Ендігі кезекте екінші әдісіміз бізге осындай стаканға осындай жарты су керек болады. Бұл үй температурасында тұрған су, және де бізге сутек асқын тотығы керек болады, яғни перекіс керек болады. Осы перекісті бір 10 шақты рет тамызып, араластырып, осы ватовый дискімен қолтығымызға жағатын боламыз. Бұл бізде күніне 3 мезгіл, 3 күн жағасыздар. Міндетті түрде бұл да результатын береді. Бізде мұнда сутек асқын тотығысы бұл қолтықтағы шығатын жағымсыз иістегі бактерияларды өлтіреді, яғни иісті шығармайды. Қолтығыңыз қанша жерден терлесе де бұл иісті шығармайды. Осы әдістерді жасап көріңіздер де, нәтижесін бөлісіңіздер комментарийға міндетті түрде, және де осы видеоның жақсы таралуына, басқа адамдарға көмектесуіне осы лайк басып, қоңырау батырмасын басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Және де достар, менің каналымда сабын жасаудың 0-ден бастап үйрететін боламын, көрсеңіздер болады. Рахмет.